Қалдарыңыз қалай достар? Каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыздар, лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар. Әрі қарай жақсы видеолар шығаруға ол маған шабыт сыйлайды, сондықтан тіркеліп алыңыздар. Қазір біз өте бір аса маңызды сабаққа келіп жеттік. Сондықтан әрбір затқа мұқият қараңыз. Мысалы, сіз өзіңіз заказчикпен келісіп, өзіңіздің тауарыңызды апарып өткіздіңіз. Мүмкін өзіңіз апарып өткіздіңіз, мүмкін поштамен апарып өткіздіңіз. Көбінде 95% апарған кезде сіздің накладныйыңызға бірден қол қойып бермейді. Арғы тараптан белгілі бір адамдар тексереді, содан кейін барып қол қойылған документті сіздің электронды поштаңызға не болмаса заказчикпен қалай келісесіз, WhatsApp желісінде де сізге жібере салады. Сондықтан акт жіберуден бұрын бірінші сізде накладныйдың сканерленген бірінші нұсқасы болу керек. Одан кейін сіз өзіңіз жеткізсеңіз де, поштамен жеткізсеңіз де, сізде міндетті түрде қай күні жеткенін нақты білу керексіз, белгілеп қою керексіз. Мысалы, бір адам поштамен үйінен салып жіберген күнмен жазылған датаны жазып қоюы мүмкін. Бұндай дата қабылданбайды, тек қана арғы жақтан қай күні қабылдап алады, сол күнгі дата жазылу керек. Сондықтан осыған мұқият болыңыз. Сонымен қатар, үшінші өте бір маңызды зат, сіз тауарды жеткізу барысында қандай да бір күндермен кешіктіріп алатын болсаңыз, договорда жазылған жалпы суммадан есептеп әр күнге пеня төлейсіз. Кешіккен күндерді және де кешіккен күндерге шыққан пеняны сіз өзіңіз есептеп жазасыз. Сондықтан осы жерге мұқият болыңыз. Енді мысал ретінде мен мына жердегі екі статуспен тұрған договорды мен сіздерге көрсете кеткім келеді. Біріншісі, сіз тауарды апарып өткізгенге дейін статус жалпы акт на подписание у поставщика деп тұрады. Договордың ішінде күшіне енгеннен кейін, және 30 күннің ішінде сізге жеткізу керек болатын болса, осындай статуспен тұрады. Сіз тауарыңызды жеткізіп, қол қойған кезде бұл жердегі статус акт на подписание у заказчика деп өзгеріп кетеді. Сондықтан қол қойғаннан кейін қайта кіріп мынаны қараңыз. Сіз дұрыс қол қойсаңыз, бұл жер на подписание у заказчика деп тұрады. Сіз қандай да бір акт қойып келе жатып, жасап жатып, қандай да бір жерден қате кетіп қалатын болсаңыз, сол актыңызға қол қоймай қалып қояды да, статусы на подписание у поставщика деп тұра береді. Сондықтан осы жерге қарайсыз. Сізде қол қойылғаннан кейін заказчик тарапқа қарай кетеді. Заказчик барлығы дұрыс деп қол қоятын болса, жаңағы актына подписан заказчика деп тұрады. Содан кейін статус өзгеріп кетеді. Яғни исполнен. Товарды поставщик әкеп өткізді, біз қабылдап алдық деген сияқты. Осы жердегі статус исполнен болып өзгереді. Тағы бір осы жерде бір назар аудара кететін жағдай. Мысалы, сіз бір қандай бір жағдаймен актыны қате жіберетін болсаңыз, мына жердегі заказчик тараптан жаңегі қайта статус былайынан өзгеріп тұрады. Қосымша жұмыс жасау керек деген. Сондықтан мына жердегі статусқа қарап отырасыз, сізге қандай да бірдеңені түзету керек деген сияқты керек болатын болса, мына жердегі статус өзгеріп тұрады.
Сондықтан ондай жағдай болатын болса, сіз заказчикке тікелей хабарласасыз, не болмаса сіздің поштаңызды тексересіз. Қандай да бір осы жердегі бір затты түзету керек болатын болса, жаңағы поштаға жазып жібереді. Осындай жерін түзетіңіз деп. Не болмаса поштаға ешқандай зат келмейтін болатын болса, сіз заказчикке хабарласып, не үшін жаңағы сіздің жіберген актіңізге олар қол қоймай жатыр, сұрасаңыз болады. Енді біз іске көшейік. Мына жерге өтетін болсақ, жоғары жағы жасылмен жатыр. Подписан поставщиком, подписан заказчиком. Екеуі де қол қойған, договор күшіне енді. Енді біз тауар жеткіздік, актіге қол қойғымыз келіп жатыр, актіге қол қойып жатырмыз. Бізде егер актіге дұрыс қол қойылатын болса, мына жердегі статусқа қарайтын болсақ, міне жаңа қызыл крестикпен жанып тұрған зат бізде жасыл болып өзгереді. Подписан поставщика. Заказчиктікі қызыл болып тұрады. Сіз жіберген кезде заказчик қол қойғаннан кейін подписан заказчикам деп осылай жасылмен жану керек. Жасылмен жану керек. Енді жану керек. Енді біз нақты іске көшейік. Мен қазір мысал ретінде жаңағы мына жерде тұрған актіге қол қоямын. Бұл жерде әрбір актіде бір өзгешеліктер болып жатады. Оны сіз мұқият оқу керексіз. Мына жерде қызылмен жанып тұр. Бағанағы алдында мен түсіндірдім. Фактически дата поставки. Яғни товарды жеткізген күн өте маңызды. Соны белгілейміз. Бізде бұл товар 20 күні барды. Яғни 6 айдың 20 күні барды. Содан барды. Енді біз прикрепление файла деген бар. Бұл жерге біз жаңағы накладнойды ілейміз. Накладной ілетін боламыз. Бұл жерге біз накладной ілейміз. Бізде ілінді. Бізге керек. Мына жерде накладнойдың скан версиясын ілдік. Жоғары жақта фактически жеткізілген уақытты жаздық. Қандай да бір күнмен кешіктірмеген болатын болсақ, біз ары қарай перейти подписание деп басып қол қойып жібереміз. Мен енді мысал ретінде тағы бір затты сіздерге көрсетейін. Жалпы кез келген порталдың өзінің инструкциясы болады. Мына ескі астортада өзіміз кіретін болсақ, справочник дегенге кіретін болсақ, осылай инструкция бізде шығады. Справочникке кіретін болсақ, осының ішінде бізге керегі поставщиктің ішінде жаңағы төмен кіріп, подписание акта передачи товаров дегенге кіретін болсақ, мен айтып отырған заттың көбі осы жерде жазылған. Қандай да бір қате кететін болса, жұмыс жасау барысында осыған қарасаңыздар болады. Мына мен айтып отырған жаңағы қол қою деген батырма, мұнда қоңыр батырмамен тұр. Осыны басасыз. Осы жерде нені толтырасыз деген сияқты заттың барлығы басылған. Және біз қай күні жеткізілгені мына жерде белгіледік. Документті ілдік. Ары қарай қоңыр батырма подписать деп басамыз. Подписать деп басқаннан кейін бізде осылай шығады. Толыққанды көрсетіп қойған. Осы жерде екі рет
қол 2 рет кілтті таңдап, паролыңызды жазып, бірінші рет кілтіңізді таңдайсыз, паролыңызды жазасыз. Одан кейін екінші батырмаға келіп, қол подписать деп басып, қол қоятын боласыз. Қол қоясыз. Осы жерде мұқият болыңыз. Кейбір адамдар подписать деген батырманы басқысы келеді, бірақ жаңағы кнопка басылмайды. Неге басылмайды деген сөзді деп сұрап жатады. Сондықтан ескерту: бірінші кілтті таңдап алып, осы жерде паролыңызды басып, басқан кезде дұрыс істесеңіз осы жерде екінші подписать деген кнопкаға басылуға доступ шығады. Содан кейін ары қарай подписать деп басасыз. Подписать деп басасыз. Мына жерде басасыз. Енді төмен жағына келіп оқитын болсаңыз, мына жерде мен жоғарыда бір түсіндіріп сіздерге айтып кеттім ғой. Актыны сіз жібересіз, актыны жібергеннен кейін барлығы дұрыс болатын болса, заказчик қол қояды. Содан кейін исполнен деп өзгеріп кету керек. Егер қандай да бір қате кетіп қалып бірдеңені өзгерту керек болатын болса, сіз актіге қол қойдыңыз, акты подписан заказчика деп тұрған жеріңіз, акты подписан поставщика деп тұрған жеріңіз қайта жаңағы доработка у поставщика деп шығып тұрып алады. Сондықтан статусын қарап отырасыз. Бұл деген нені білдіреді? Сізге қайтада бір затты түзету керек дегенді білдіреді. Поштаңызға кіріп, нені түзету керек екенін көресіз, не болмаса, нақты сізге түсініксіз болатын болса, заказчикке хабарласасыз. Не қате болып жатыр? Олар айтуы мүмкін, сізге ана жерде местный соображениясын белгілемегенсіз, соны белгілеңіз. Не болмалатын болса, фактически поставкиді теріс жазып қойғасыз. Мысалы ретінде айтып көретін болсақ, сіз 6 айдың 20-сы деп жазғыңыз келген еді, қате 5 айдың 20-сы деп жазып қойыпсыз деген сияқты бір қателер болатын болса, түзетесіз. Осы жерден қарайсыз. Енді қарайсыз, солай ары қарай жалғастырып қол қойып жібересіз. Қол қойып жібересіз. Енді егер қандай да бір жағдаймен сіз мысалы кешіктіріп алдыңыз, тауарды кешіктіріп алдыңыз. Кешіктіріп алған кезде мен пенияны қалай есептеймін, күнін қалай санаймын дейтін болсаңыз, ең бірінші сіз заказ на поставку деген жерге кіресіз. Осыны ашқан кезде жаңағы PDF форматта договор шығады. Договордың ішіне кіргеннен кейін договордың күшіне енген уақыт тұрады. Сол уақыттан бастап, егер 30 күннің ішінде жеткізу керек болатын болса, 30 күнді санайсыз. Одан ары қарай сіз неше күн кешіктірдіңіз, соның әр күніне пеня төлейтін боласыз. Мысалы, біз алып көрейік, 1 миллион теңгенің тауарын жеткізіп жатқан едік, 30 күннің ішінде апару керек еді. Біз кешіктірдік, ары қарай санадық, 40 күн болып кеткен екен. 40 күн болып кеткен екен, одан 30 күнін аптасақ, бізде 10 күн кешіктіріп аппыз. 10 күн кешіктіріп аппыз. Ондай жағдайда, мысалы, 1 миллион теңгені 0,1 пайызбен пениясын есептейтін болсақ, күніне 1000 теңге пения жүріп атқан екен. Енді осыны біз 10 күн кешіктірдік, бізде сонымен 10.000 теңге пения жүрілген екен. Енді оны қайда белгілеймін дейтін болсаңыз, количество просроченных дней деген жерге 10 күнді жазамыз. Содан кейін 10 күнге пенияны біз есептедік. 10.000 теңге болды. 10.000 теңге болды. Осылай жазамыз да, ары қарай перейти к подписанию деп басатын болсақ, жоғарыда атап өткендей, тағы да көрсетіп жіберейін.
справочникте де көрсетілгендей подписать деп басасыз. Содан кейін бірінші мына жерде кілтіңізді таңдап, одан кейін артына келіп қол қоясыз. Болды. Осылай жаңағы қол қойылып кетеді. Енді неге мен сіздерге бұл актыны қол қойып ары қарай көрсетпей отыр десеңіздер, бұны мен мысал ретінде көрсетіп отырмын, бірақ әрбір акты жіберу бір-біріне өте ұқсайды. Енді бір сәл назар аударатын заттары болады. Акты жіберген кезде қосымша бір заттарды сұрап қалады. Бірінші қосымша зат сұрайды. Жоғары жағында тұрады, жаңағы неше штук тауарды жеткіздіңіз деп тұрады. Дәл мына актіде тұрған жоқ. Кейбір актілерде болады. Онда егер сіз 5 штук зат жіберіп апарған болатын болсаңыз, сол 5 деген санды жазасыз. Егер 10 штук зат апарған болатын болсаңыз, 10 штук деп жазасыз. 10 штук деп жазасыз. Сол ғана бірінші айырмашылығы. Екінші тағы бір айырмашылығы бар. Мұна біз акты жіберген жатқан затта ешқандай местный содержание сұрап жатқан жоқ. Ештеңе толтыруды былайынан айтқан кезде талап етіп жатқан жоқ. Егер сіздің местный содержениені толтыру керектігін сұрайтын болса, осы дополнительные данные дегеннің жанына қарай местный содержение деген тұрады. Соған басып кіретін болсаңыз, сол жерде жаңағы осы сіз апарып жатқан зат қайдан шығады, қай мемлекеттен шығады, соны белгілеңіз деген былайынан айтқанда батырма, соны басасыз. Ар жағынан қарағанда жаңағы сөзбен жазасыз, сондай жер шығады. Содан жаңағы одан Россия, Қытай деп баса салсаңыз болады, не болмаса жаңағы басып көп мемлекет шығады. Соның ішінен төмен қарай іздеп өзіңізге керек мемлекет тауып, ары қарай перейти к подписанию деп ары қарай баса саласыз. Содан кейін жаңағы сіз договорыңызды өзіңіз дұрыстап қол қойған болатын болсаңыз, жаңағы подписан у поставщикам деп осылай шығып келеді. Подписан у поставщикам деп шығып келеді. Сонымен қатар сіздің жаңағы ilген накладнойыңыз осы жерде көрініп тұрады. Сондықтан енді достар, бұл видео қазір июнь айында жазылып жатыр. Мүмкін бір сіз жарты жылдан кейін осы видеоны көріп отырсаңыз, кейбір заттар өзгеріп кетуі мүмкін. Сондықтан жаңағы сәл өзгеріс болатын болса, оны сәл мұқияттылықпен қарап, ары қарай істеп кетуге болады. Не болмаса жаңағы төменде көрсетілген ескастордың мына техподдержкасына звондап, өзіңізге керек бір мәліметтерді сұрап алсаңыз болады. Өзгеріс болса, сонымен қатар справочник дегенге көрсетілген инструкция бойынша өзіңіздің қателеріңізді түзетіп алсаңыз болады. Енді ары қарай мен қандай процесс жасаймын дейтін болсаңыз, достар, сізде барлығы дұрыс. Сіз актіге қол қойдыңыз, заказчик қол қойғаннан кейін сіз шот фактура жібере берсеңіз болады. Жалпы жібере берсеңіз болады. Шот фактура жіберуге деген кезде неге назар аудару керек? Сонымен толыққанды бір назар аударатын заттардың барлығымен жеке сіздерге түсіндіріп өтетін боламын. Шот фактура жіберу барысында енді басқа порталмен жұмыс жасап жүрген
адамдар білет. О-маркеттен товар қабылдап, Коссаковтан ұтып алып, товарды жібере береміз біз жаңағы. Көп ешқандай чет фактура жібергенде артық затты сұрамайды. Бұл Эскасторда товар жіберген кезде тағы да бір қосымша чет фактура жіберу сайтында белгілі разделдерде белгілі бір заттарды қосып көрсету керек. Мен соны достар көрсететін боламын.